маған бұндай өзімнің кәсібім туралы, өзім күнделікті немен айналысатыным туралы ақпаратпен бөлісуге осы Яндекстің ішінде осындай мүмкіндік алғаныма қуаныштымын, және де мен сіздерге ынта беруге тырысамын. Бұл соншалықты қиын емес екенін көрсетуге тырысамын, және де сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менің баяндамам, менің вебинарым бұл тақырыптағы, және де мен қысқаша өзімді таныстыра кетейін. Бір сәт. Менің есімім Анастасия, Настя. Мен жасым 24-те. Осы 24 жастың 3 жылын мен Яндекс бұлтты технологияларында интерфейстер жасаумен айналысамын. Дәурен Мониум туралы айтқанына рахмет. Бұл платформа Яндекстің барлық қызметтерінің жағдайын анықтауға көмектеседі. Яғни біз дәрігерлер секілді осы сервистің кардиограммасымен танысамыз, және де қызметкерлер мен жұмысшыларды қандай да бір ақаулар болған жағдайда хабарландырамыз. Яғни ол такси болсын, басқа қызметтер болсын, Яндекс ұсынатын кішігірім сервистердің де аясында біз көмек көрсетеміз. Және біз өзіміздің өнімімізді басқа да тұтынушыларға береміз. Мен өзім бұл мамандықта өз бетіммен оқыдым. Менде бұл техникалық жоғары білімім жоқ. Бірақ мен осы айналамның барлығы осы техникалық мамандардан тұратындықтан, менің әріптестердің барлығы керемет адамдар, мені ынталандырады олардың барлығы, және де бұл сол менің қазіргі үйренуіме де ынта беріп отырған солар. Менде бір ментор ретінде мені әріптестерім ұнатады. Мен жылдам түрде және сапалы түрде жасай алатынымды осы 3 жыл бойы жасап келгенімдей, сол үшін де сол сипатым үшін де ұнатады. Және де ең бастысы, мен бұл сервисті әр тараптан дамытуды жалғастырудамын, және де мен өзімнің ұжымымдағы жалғыз арумын. Ал енді біздің кездесуіміздің негізгі тақырыбына көшсек, біз веб қосымшалардың жасалу жолдарына тоқталатын боламыз, және де қандай кезеңдері бар дегендей. Біз оны жалпылама бірінші атап өтеміз, кейін оның нақты қадаммен сипаттайтын боламыз. Біріншісі әрине жоспарлау. Біріншісі жоспарлау, екіншісі жобалау, үшіншісі фронтенд және бэкэндті әзірлеу. Одан кейін барып біздің қосымшамызды тесттен өткіземіз, яғни сынақтан өткіземіз. Содан кейін барып оны жаяймыз, таратамыз, және де оны қолдау жүргіземіз дайын өнімнің, және де оны кеңейтуге тырысамыз. Біз жоспарлау кезеңіне келетін болсақ, мен сіздердің көпшілігіңіз әртүрлі жобалармен айналысатындарыңызды білемін. Сіздер жалпы бұл қосымшаны не үшін жасағыңыз келеді, және де бұл қандай адамдарға арналған дегендей осындай нысаналы аудиторияны бағамдауға көп көңіл бөлу керек. Яғни біз оны функционалды қызметтермен оның талаптарының бір тізімін жасауға тырысу керек. Және де бұл кезеңде бізде барлық бүкіл ұжым, менеджерлер, дизайнерлер, әзірлеушілер барлығы отырып бұл процесске қатысады. Яғни миға шабуыл, яғни брейнсторминг. Бұл қатты бір көп уақыт ала қоймайды. Жалпы уақыт тұрғысынан айтатын болсақ, кішкене өзгеріп тұруы мүмкін. Сіздің жобаңыз мына күндердің аралығына сыйып үлгереді дегендей жоспар құруға болмайды, өйткені ол үлкен қате болады. Себебі әртүрлі бір техникалық мәселелер болуы мүмкін, сіздің осы мерзімдеріңізді өзгертуге алып келетін. Бірақ бұл жерден қорқатындай айтарлықтай ештеңе жоқ, әрине. Барлығы да кезең-кезеңмен ондай шешуге болатын мәселелер. Екінші кезеңге келетін болсақ, біздің бұл өте маңызды қадам және кезең. Біздің жобамыздың жалпы жүзеге асу мүмкін емес көз жеткізетін кезең деп айта аламын. Жалпы жобалаусыз да мүмкін ол іске асуы мүмкін бе еді, бірақ ең дұрысы оның прототипі болғаны жақсы. Сіздер өздеріңіздің сайттарыңызда көргіңіз келетін. Біз прототиптерді өзіміздің қосымшамыздың генерациясы арқылы жасаймыз, арнайы платформаларда, Figma секілді, немесе Sketch және Adobe сияқты
бағдарламаларды қолдану арқылы жасаймыз. Не үшін фигманы бұл жерде жұлдызшамен беріп отырмын? Өйткені бұл веб қосымша, бұл расымен де сол веб қосымша болғандықтан әзірлеушілердің арасында танымалдыққа ие, және белгілі компаниялар да бұған таңдау жасайды бұл қосымшаны. Жалпы біздің жобаның да дизайнерлері прототиптерін сол жаққа салады, прототиптерін. Яғни бұл сайтта қандай көрініс табатынын барлығын көріп алу мүмкіндігі бар. Яғни жүйенің дизайны да сол жақта жасалады. Мен оны былай терең UX, UI дизайнға салмай қояйын, бірақ бұнда 2-4 қорқынышты әріп немесе 2 түсініксіз сіздерге сөздер туралы айта кетсем, аббревиатуралы user experience және user interface, яғни user interface деген яғни адам ол мақсатта қалай көрінеді, яғни жалпы бейнені сипаттайды, ал user experience ол қолданушы онымен қандай қызмет атқаратынын сипаттайды. Яғни қандай батырмаларды басу керек, мынаны өзгертсе не болады, нәтижесі қандай болады, салдары қандай болады дегендей осындай кезеңдерден тұрады. Ал ары қарай біздің веб қосымшамызды әзірлеу бойынша ары қарай жылжу үшін жай ғана дизайнер болу жеткіліксіз. Сіз сонымен қатар басқа да нәрселерді білуіңіз керек. Сіз веб қосымшаларды әзірлеуді білуіңіз керек. Веб қосымшаны әзірлеу үшін сіз ең алдымен былай ең жақсы жағдайда архитектурасын, яғни сәулетін әзірлеуіңіз керек. Кез келген қосымша болсын, оның барлығы да бір кішігірім ұсақ түйектерден тұрады. Ол ұсақ түйек заттар өте көп болуы мүмкін, және өте одан да ұсақ болуы мүмкін. Және оның қалай жалпы жұмыс істей алатынын білу үшін сіз осы өзіңіздің жобаңыздың архитектурасын, яғни сәулетін жоспарлауыңыз керек. Бұл жерде архитектура тек қана біздің қосымшамыз қалай жұмыс істейтінін ғана емес, қандай технологиялар арқылы жұмыс істейтінін білу маңызды. Осы архитектураны жоспарлау барысында стек таңдайды технология тұрғысынан. Стек дегеніміз ол қосымша іске асатын құралдардың жиынтығы деп айтуға болады. Және де ол сонымен қатар деректер жинағын ойластырады, және де оның қандай сценарийлері болуы мүмкін дегендей сұрақтарға жауап іздейді. Жалпы сценарийлерді анықтау әрине шарт емес, қосымшаны, веб қосымшаны ұйымдастырған кезде. Өйткені ол оған дейінгі кезең емес, соның барысындағы кезеңге қатыстыруға да болады. Сол үшін де оны жақшаға ала тұрайық. Біз енді кодты қалай жазамын деген сұрақтарға көшпес бұрын, алдымен қазіргі заманауи архитектура қандай көріністе екенін көріп алайық. Сіздердің алдарыңызға схемада, сызбада көрсетілген, кішкене күрделі көрінуі мүмкін, бірақ негізінде қатты күрделі емес, қарапайым деуге де болады. Және де мен сіздерге бұны қарапайым тілмен жеткізуге тырысамын. Егер сіз қолданушы ретінде сайтқа кіретін болсаңыз, мысалы веб қосымшаларды айтатын болсақ, Netflix, Amazon, қандай да бір әлеуметтік желілер, сол жаққа кірдіңіз дерлік, иә? Қолданушы кодты көрмейді ғой. Ол тек қана интернеттегі парақшаны ғана көреді. Ал ол интернеттегі парақшаның артында фронт-энд пен бэк-энд тұр деген сөз. Фронт-энд деген қолданушы көріп тұрған және әрекет ететін суреттер, яғни сайттардағы біздің авторизациялау, логин, яғни диалогтық алаңдар, достарыңызбен жазысқан хабарламаларыңыз дегендей осының барлығы фронт-эндқа кірсе, ал бэк-энд осыған жалпы өмір сүруге мүмкіндік беретін нәрселер деп айтайын. Кез келген контент
осы фронтендте табылатын осы бэкэндте жасалады. Әрбір технологияның асты жағында тілдер жазылып тұр, иә. Ол жақта қандай скрипт және технологиялар бар. Фронтенд пен бэкэндте HTML, CSS, JavaScript. Ол бэкэндте де сондай бағдарламалы тілдері бар. Бұған енді былай тереңдеп үңілмей қояйық. Бірақ жалпы фронтендті әзірлеу үшін бізге ең керегі HTML, CSS және JavaScript жеткілікті. Бірақ фронтенд кішкене күрделірек, өйткені жалпы қосымшаның ішіндегі былай жанын қалыптастырады деп айтайықшы. Оны былай оған жан береді деуге болады. Бір-бірімен байланыстырады. Және де ол қосымшаны немесе парақшаны жай ғана сайт ретінде емес, шынайы қосымша ете түседі. Осы жерде айта кетейін, біздің веб қосымшаларымыз немен ерекшеленеді? Ол сайт, яғни веб қосымшаның барлығы сайт болса, бірақ әрбір және сайт дегеніміз кішкене қарапайымырақ деген сөз. Қосымшамен салыстырғанда сізбен былай терең әрекеттеспесеңіз де, бірақ веб application, яғни веб қосымша, ол кеңірек ауқымдағы мағынаны беретін сөз. Және де біз ең маңызды нәрсеге келдік. Жалпы нені білуіміз керек болады, және нені меңгеруіміз керек болады. Осы әзірлеуге кіріспес бұрын. Веб application'да веб қосымшаны әзірлеу үшін біз фронтенд үшін базалық деңгейде HTML, CSS және JavaScript-ті білуіміз керек. Және де сонымен қатар қандай да бір фреймворк немесе кітапхананы таңдау керек, яғни бұлай деректер базасын. Бұл жерде біз тілдерге ден қояйық, яғни бұл жерде сұрақтарды бір ашып қарап көрейін. Мына жерде фронтенд үшін бізге HTML, CSS, JavaScript керек дедім ғой, базалық деңгейде. Не үшін бұны базалық деңгей деп айтты? Өйткені негізгі жетекші компаниялар Яндекс секілді, Google, Amazon, Apple'де де сондай деп сіздерге сенімді түрде айта аламын. Осылар жай ғана JavaScript, ол өте күрделі проблема, өмірді қиындатқаннан гөрі. Сол үшін де мен әрдайым фронтендті зерттеу барысында мен фреймворк немесе кітапханаларға, деректер жинағына көз салуға кеңес беремін. Яндексте де біз әрине басқа да бір жеңілдетілген нұсқаларды қолдану мүмкіндігі бар ғой. Мысалы, базалық кодты JavaScript-те жазуға болады, бірақ ол жақсы практика емес. Өйткені жақсы практика болуы мүмкін, жалпы алғанда жаман практика болуы мүмкін. Жалпы бұл UI кітапханаларды қолдану деген сіздерге үлкен кеңесім бар. Сіздердің UI кітапханаларды қолдануда жалпы мүмкіндігіңіз арта түседі. UI кітапхана дегеніміз ол белгілі бір деңгейдегі пакет. Сіз ол жерге мысалы React деп айтайықшы. Сіз ол жерге сіздерге қажетті барлық құралдарды береді, инпуттар дегеніміз ол блок пішініндегі нәрселер, ол жаққа сіздер жаза аласыздар скриптті. Сайтта қалай әзірлеуге болады дегендей сондай нәрселерді білсеңіздер болады. Ал бэкэндті әзірлеу үшін жалпы кішкене тереңірек зерттеу керек болады бұл мәселені. Кішкене білім тұрғысынан тереңірек үңілу керек деген сөз. Бэкэнд үшін бізге қандай да бір бағдарламалау тілімен танысу керек. Жалпы сіздердің барлығыңызда бір үлкен тәжірибе бар деп ойламаймын әзірлеу тұрғысынан, иә. Сосын да сіз өзіңізбен бір тәлім беруші сонымен кеңесіп, қандай да бір
қай жолмен әзірлегенім дұрыс дегенде кеңессеңіз деп айтамын сіздерге. Біреуін жаңа айтқанымдай JavaScript фронтенд үшін білу жеткілікті десек, ал бэкенд үшін Node.js, Python да технологияларды білу маңызды. Python мысалға алатын болсақ, ол нейронды желілерді жазуға ыңғайлы, нейронды желілермен жұмыс істеуге көмектеседі. Сол үшін де сіздерге сервермен қалай жұмыс істейтіндеріңізді анықтау өте маңызды. Барлық серверлер үшін әрине стандарттар да бар. Ол Nginx, Apache немесе тағы бір үшінші сервер бар. Ең бастысы сіздер бэкенд серверлер жазатындарыңыз дәл осы нәрсені бэкендерлер жасайды. Бұл кішігірім бағдарламалар қолданушымен және де оның деректер жинағының арасында байланыс орнататын нәрселер, және де ол деректерді кері қайтарып отыратын да мүмкіндігі бар. Бэкендке өте көп. Бұл әңгімені мәңгі айта беруге де болатын да шығар. Бірақ бұл біздің басты мақсатымыз емес. Сол үшін де жай ғана мына жердегі көрсетілгендерді қарап шықсаңыздар болады. Бұлар бір-бірімен қандай байланысы бар, қандай жалпы лицензиялық деректер жинағы қажет те болмайтын шығар. Мен сіздерге былай пәндік терминдермен айтып жатқандықтан сіздерге және бұл тақырыпты бастапқы деңгейден танысып шыққандарыңызды қалаймын. Бұл сайтты скрин жасау арқылы. Үшінші нәрсеге көшетін болсақ, сіздер енді жобалардың ішінде жұмыс істеп жатқандықтан сіздерде фронтендер мен бэкендер әртүрлі адамдар болғаны дұрыс. Сіздердің кез келген осы жобаңыздағы дизайнерлер болсын, сарапшылар болсын, басқалар да әртүрлі адамдар болғандай, сіздер бұндай жағдай жасауға тырысыңыздар. Өйткені бұл өте көп күшті талап ететін жұмыс. Және де сол үшін де сіздерде барлық нәрсені бір адам жасайтын болса, full stack форматында бэкэндте де фронтендте де бір адам жасайтын болса, онда оның жағдайы қиындай түседі, жұмысы қиындай түседі. Жаңа бір адам әрине жақсы да шығар, бірақ оған сіздер әрдайым көмектесуге мәжбүр боласыздар. Және де ең басты нәрсе деуге болатын шығар бұл жерде веб application жалпы қазіргі уақытта өз құрылымы тұрғысынан өте күрделі қосымша, және де күрделі сайттар деп те айтуға болатын шығар. Олар өте көп адамдардың уақытын талап етеді, және де терең білімді талап етеді. Және де олармен жұмыс істеу өте қиын. Сол үшін де барлығын бір мінсіз етіп, басынан бастап мінсіз етуге тырыспаңыздар. Бастапқыда бір қарапайым қосымша әзірлеуге тырысыңыздар, минималды функционалмен. Мен мысалға өзім қосымшаларды жасау барысында бастапқыда фронтенд пен бэкендтің арасындағы байланысты орнатуға тырыстым, яғни қосымшаны қандай да бір серверде орнатуға тырыстым, және де оны функционалмен қызметтермен толтыруға тырыстым, яғни блогинг, бастапқы бет және мүмкін авторизациялау дегендей осындай қарапайым функцияларды енгізуге тырыстым. Осы сияқты нәрселерден бастаңыздар да, сосын сіздің қосымшаңыз жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Ол қосымшаңыз бір сайтта салынған шығар, сіздер оны алып тексере алатындай. Базалық деңгейде біз не істейміз? Біз аутентификациялау және авторизациялаудан өтеміз. Және де одан кейін сол базалық беттен кейін жұлдызшамен тұрған оң жақтағы қатарға назар аударсақ, сіз өзіңіздің веб қосымшаңыздың қауіпсіздігімен жұмыс істеуіңіз керек. Бізде жалпы фронтенд пен бэкендтің арасында
қандай байланыс қалай орнатады. Мысалы фронтендтен клиент деп айтатын болсақ, тұтынушы дейтін болсақ, екіншісін сервер деп айтатын болсақ, жалпы базалық деңгейде бізде бір протоколдар болады, деректер жинағын жеткізу үшін HTTP. HTTPS-тен айырмашылығы тек қана оның қауіпсіздік деңгейінде ғана. Яғни HTTPS жай ғана HTTP мен салыстырғанда қауіпсіздеу. Тұтынушы сервермен байланысқанда сұраныстар жіберу арқылы байланыс орнатады. Мысалы, 9-ға жуықты қалыптастырса, мен мысалы көп жағдайда жіберетін мысалы сұраныстар get, post, push және delete көбірек кездеседі. Олардың бір-бірінен айырмашылығы қандай? Және ашып айтып кетейін. Get ол бір нәрсені алу, post бір нәрсені жіберу, put ол бір нәрсені алмастыру, және delete ол бір нәрсені өшіру, жою. Яғни логикалық түрде түсінікті, қарапайым нәрсе. Расымен де сондай қарапайым нәрселер. Жалпы енді қазір клиент, және тұтынушы мен сервер қалай байланысатынын айтып кеттім. Ұйымдастырған кезде қауіпсіздік хаттамаларын бұзбауға тырысыңыздар. Бұл туралы мен бұл вебинарда бұл тақырыпқа терең үңілмей қойын, өйткені бұл кең тақырып, бұл туралы бөлек баяндама қажет болады ондай жағдайда. Бірақ базалық деңгейде айтатын болсақ, сіз өзіңіздің аутентификация және сұраныстар жіберу барысында қандай токендер арқылы байланыс орнатасыз деген сияқты осындай хаттамаларды бұзбауға тырысыңыздар. Және де бұны әзірлеу барысында сіздер өздеріңіздің кодтарыңызды тексеруді және сынақтан өткізуді ұмытпаңыздар. Бұл осындай менің де жұмысымда бар мәселе. Жалпы тұтынушы жақсы қосымшамен жұмыс істегені өте маңызды ғой. Ол бос экранды көрмейтіндей, немесе бір жұмыс істемейтін яғни сұранысты көрмеу керек. Сол үшін де сіздің қосымшаңыз барынша мінсіз болғаны жөн. Яғни тестілеудің қаншалықты маңызы бар. Бұл тестілеуді фронтендте жүргізген дұрыс. Әртүрлі тестілеу түрлері бар. Ол юнит тестілеу және интеграциялық тестілеу, E2E тестілеу деп аталады. Олардың бір-бірінен айырмашылығы қандай? Юнит тестілеу дегеніміз ол кішігірім код блоктарының тестілеуі. Бұл кодтың блогы маған дұрыс деректерді кішігірім функциялар арқылы сіздер өздеріңіздің бэкэндтен фронтендке деректерді өзгерту барысында өте маңызды болады. Яғни бұл жерде ештеңе бұзылмайды дегендей сіздерге кепілдік болады. Және де бұл жерде интеграциялық тестілеу де өте маңызды рөл ойнайды. Бұл өз кезегінде өте қызықты және өте маңызды нәрсе. Өйткені бұл сіздің дайын қосымшаңыздың тестілеуі сынағы. Сіздің орныңызға компьютер кіріп, сайттың батырмаларын басып, әртүрлі бизнес сценарийлерді тексере бастайды. Мысалы, ол басты бетке басып, одан кейін барып жеке кабинетке кіру деген сияқты осындай барлық сіздердің қосымшаңыздың қырларының жұмыс істейтінін тексереді. Жалпы әзірлеушілердің арасындағы жақсы тәжірибе ол өздерінің кодтарын құжат жүзіне түсіру, яғни қағаз жүзіне түсіру. Жалпы әртүрлі сіздердің кодыңызды оқитын әзірлеушілер болады, ештеңе түсінбейді, оларға қандай да бір
хат хабар қалдыратын болсаңыз, мына жерде мен былай жасадым, өйткені былай басқа жасай алмаймын дегендей оған түсініктеме беріп кетсеңіз, онда бұл келесі басқа да адамдарға, бұл кодты көрген басқа да тұтынушыларға пайдасын тигізеді деген сөз. Жалпы бағдарламалар туралы сөз қозғап кететін болсақ, келесі кезекте сізде мысалы бағдарламалаудың базалық дағдылары бар деп есептейік. Сіз IDE деп аталатын осындай дағдыларға иесіздер. Бұл жерде бұл бағдарламалардың бірнеше түрі ғана көрсетілген. Мен өзім Visual Studio кодпен базалық деңгейде жұмыс істегенмін, одан кейін WebStormмен жұмыс істеген. Университетте мен Notepad++ті қолдандым өз уақытында. Және де Visual Studio кодты мен сіздерге кеңес бере аламын. Өте функционал, өте зор және өте жылдам жұмыс істейтін бағдарлама. Және де біз қайда жұмыс істейтінімізді анықтадық қой. Енді кодты қайда сақтайтынымыз туралы сөз қозғайық. Бұл кодты қалай сақтау керек? Сіз ұжымда жұмыс істейсіз. Ол жерде сіз қосымшаны әзірлеп жатырсыз. Сіз өз компьютерлеріңізге папкаға салып, одан бір-біріңізге жіберіп отыруға мүмкіндігі бар әрине. Бірақ мен сіздерге кеңес беретінім, қалай айтсам болады, заманауи әлемнің берген нәрселерін қолдануға тырысыңыздар. GitHub пен GitLab, олар веб аппликейшндар, сайттар, яғни веб қосымшалар. Сіздер оған кіріп тіркеле аласыздар. Және де өздеріңіздің негізгі тілектеріңізді жазып кете аласыздар, яғни өздеріңіздің жобаларыңыздың атауларын жазып дегендей. Және де одан кейін барып өздеріңіздің негізгі код бөлшектерін салып қойсаңыз болады. Кодтың бөліктерін, яғни сол жақта сақтасаңыздар болады. Және де бұл да бір стандарт нәрсе. Яғни жергілікті компьютерлер мен жеке компьютерлерде ешкім сақтамайды ондай деректер. Ол үшін арналған жақсы және тиімдірек құралдар пайда болғаны сөзсіз. Мен бұл жерде кейбір сұрақтарды да көріп отырмын, бірақ оған дейін мен жалпы тілдерге оралмас бұрын өзіміздің қосымшамызды қалай интернетке орналастыруға болады деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Бұл сұрақ жалпы сіздерді ең басында қызықтырып та қойса керек. Қандай да бір сайтқа кірген кезде біз жалпы ол сайтқа қалай кіреміз, қандай сілтемелер деген, олар қалай жұмыс істейді, біздің браузердің ең жоғары бетінде жазылып тұратын веб адрес, веб мекенжай деген не дегендей сұрақтарға жауап беріп көрсек. Яғни сіз өздеріңіздің веб қосымшаларыңызды әртүрлі хостингтарға саласыздар деген сөз. Және де өз қосымшаңыздың бір доменді атқа тіркелуін қадағалайсыз. Ол домендер сатып алуға болатын нәрсе. Бірақ соңғы кездері мен доменді сатып алатындай болған жоқпын. Негізінен бірақ сіздер оны сатып ала аласыздар, ресми сайттың домені бола аласыздар деген сөз. Жалпы хостинг дегендеріміз не? Біріншіден ол компания. Сіздердің қосымшаларыңыз интернеттің бір жерлерінде сақталатындықтан ол сіздерге керек. Сол үшін де сіздердің жеке компьютерлеріңізде бұл нәрселер болу керек. Және де өздеріңіздің қосымшаларыңызды, өздеріңіздің компьютерлеріңізде жұмыс істейтіндей барлық жағдайын жасауыңыз керек. Ол үшін бірақ өздеріңіздің компьютерлеріңіз әрдайым жұмыс істеп тұрғанын керек. Және ол әрдайым энергияны көп тұтынатындықтан сіздерге ең оңай жолы басқа біреуге барып, олардың серверлерінің сіздер үшін жұмыс істегенін қамтамасыз еткеніңіз әлдеқайда оңайырақ болады деген сөз. Бұл сервистер қалай жұмыс істейді? Үлкен ірі компанияларда серверлер өздерінің әртүрлі жерлерінде орналасқан. Олар дата орталықтар деп аталады. Ол дата орталықтар дегеніміз ол деректер орталығының былай сырттай сипаттайтын болсақ, ол бір үлкен қойма сияқты бір сөрелері бар, көптеген компьютерлер қойылған. Және де осындай қоймаларда барлық осы компанияның сервистері, яғни қызметтері іске асып жатады. Heroku, DigitalOcean деген сияқты осындай хостингтар бар.
Содан бөлек сіз өздеріңіздің қосымшаларыңызды әрдайым жаңартып тұрғаныңыз қажет. Сіздер өздеріңіздің домендеріңізге жеткізу үшін CI/CD-ді баптауыңыз керек, яғни баптауларын түзетуіңіз керек. Ол GitHub және GitLab CI деген сияқты қосымшалармен, бағдарламалармен жұмыс істесеңіз болады. Өте ыңғайлы, өте қолайлы деуге болады. Және де біз өзіміздің жалпы ірі веб аппликейшндар, веб қосымшалар контейнерлеу барысында жасалады, яғни докер технологиясы арқылы. Сіздерге бұл жұлдызшамен берілген жоба туралы да өздеріңіз оқып кетсеңіздер болады. Қазір оны терең қазбаламай қояйық. Мен мына жерде Dart туралы сұрақ бар екен чатта. Оның қаншалықты ыңғайлы екені туралы. Мен фронтенд әзірлеуші болғандықтан мен Dartты былай қолданып көрмеппін. Бірақ мен өзімнің әріптестерімнен естігенімін, бэкэндерлер осымен айналысатын және осыған қызығатын адамдармен талқылағанымда олар ол өте жылдам екенін айтқан. Біз әзірлеушілер бағдарламалар тілі қаншалықты жылдам екеніне көңіл бөлеміз. Бірақ әрине оның тілімен қатар қандай да бір қозғалтқышы бар екенін ұмытпауымыз керек. C++-ті де қолданатындықтан ол өте жылдам деген сөз. Мен Dartты былай артында қандай бағдарламалау тілі бар екенін білмеймін, бірақ өте жылдам деуге болады, сол үшін де ол өте қолайлы. Сонымен қатар оның синтаксисі де өте жақсы бір деңгейде ұйымдастырылғандықтан да көптеген адамдар оны таңдайды. Енді сіздер өздеріңіздің жұмысыңызда қолданылатындай менің практикалық кеңестеріме көшсек, мен жаңа айтқанымдай веб application веб қосымшаны әзірлеу барысында ол деплой, яғни оны қолданып көрудің, тексерудің процесін соңына дейін қалдырудың қажеті жоқ. Оны біртіндеп кезең-кезеңмен өзіңіздің веб аппликейшніңізді кодтармен жабдықтағаныңыз дұрыс. Жалпы барынша жүзеге аспайтын жобаға айналып кетпеуге көз жеткізуіңіз керек. Сонымен қатар дайын библиотекалар мен компоненттерді қолданыңыздар. Мен оларды Material UI туралы кеңес беріп кеттім. Және де біз қолданатын кітапхана бар, деректер жинағы. Ол Gravity UI деп аталады. Және де бұл сұрақтардың ең маңыздысы, сіз қателесуден қорықпаңыз. Және де өздеріңізді былай сындырып өзгертуге қорықпаңыздар. Бұл жердегі мен өзімнің тәжірибемде де Яндексқа мен енді келген сәтте мен бір маңызды функцияны әзірлей бастадым. Ол 2 аптадай уақыт алды. Мен өзімнің әріптесіммен байланысқан кезде біз оны 1 сағаттың ішінде әзірлеп тастадық. Бұл өте уақыт пен ақшаның үнемдеуіне алып келетін сөз. Және де бұл сіздердің ішкі мотивацияларыңызды да сақтайды. Яғни сұрақ қоюдан, сұраудан қорықпаңыздар. Адамдар әрдайым жауап беруге көп жағдайда дайын болады, сол үшін де оны пайдалануды ұмытпаңыздар. Өзіңізді өзгертуге мүмкіндік беріңіз. Сіздердің тұтынушыларыңыз өзіңіз болмағандықтан, сіздер олардың қолдануына ыңғайлы болатындай, және де оларға неғұрлым көп адам қолданатындай жағдайын жасауыңыз керек. Бұл кері тәжірибелерден аман қалу үшін сіздің веб аппликейшніңізді, веб қосымшаңыздың барлық парақшасын басып шығыңыз. Содан кейін барып оны өзіңіздің ішіңізде өзгеріс жасауға тырысыңыздар. Тестілеу барысында айта кетерім осы. Және де сіздер тағы бетпе-бет келетін қиындықтарды тізіп өтсек, біз бір терең тыныстап алайық.
Өйткені әжептәуір ақпараттың жиынтығы берілгендіктен бір қорытып алайық. Жалпы бастапқы деңгейде архитектураны, яғни сәулетін жоспарлау өте қиын болады. Яндекстің ішінде де ондай мәселелер туындайды. Сол үшін де әзірлеушілердің тобына жүгінуге тырысыңыз. Сол үшін де әрдайым кеңес сұраңыз. Мен тек қана адамдарды айтып тұрған жоқпын. Гуглды қолданыңыздар. Интернеттен сұраңыз. Немесе сіздердің үлкенірек тәлім берушілеріңізден сұраңыздар. Және де өздеріңізге арналған мәселелерді қарастыру барысында мен осы өзімнің менторыма кеңеске жүгінетінмін. Ол маған аздап болса да көмектесетін. Және де осы тәжірибе келе бастайды сізге. Ірі компанияларда бұнымен арнайы адамдар айналысады жалпы. Немесе өте тәжірибелі әзірлеушілер. Жалпы айтып кету керек нәрсе, веб application'ның нұсқаларын жазу өте қиын, өйткені нюанстар көп. Сіздер естіген де шығарсыздар. Осындай фронтендті ғана емес, бэкендті жасау керек екенін ескерсек, сіздер деректер базасы туралы барлығын білуіңіз керексіз. Қосымшаларды қалай қолдануға болатынын білуіңіз керек. Сіздерде бір менеджер болу керек. Мына нәрсені өзгерт, мына нәрсені өзгерт деп айтатындай. Сол үшін де сіздерге ол оңай болмайтыны сөзсіз. Бірақ мұңаймаңыздар. Барлығы өте қызық деп айта аламын. Бұндай челлендждерді мен жақсы көремін, осындай қиындықтарды, яғни. Сол үшін де сіздер яғни дайын болған сәтте ғана іске кірісіңіз. Тағы да қайталаймын, базалық логиканы қолданыңыздар, ешқашан асықпаңыздар, және де сіздер барлығын бір отырғаннан жасап тастаймын деп ойламаңыздар. Бәрін біртіндеп, аз-аздап жасауға тырысыңыз. Сіздердің алғашқы қадамдарыңыз кодты жазбастан бұрын өте маңызды. Және де әрине, мен олардың маңыздылығын азайтқым келмейді. Және де олардың қажеттілігін азайтқым келмейді, яғни оның базалық сценарийлерді әзірлеудің. Және де сіздердің оған жұмсайтын уақыттарыңызды, яғни дизайн жасауға жұмсайтын уақыттарыңызды мен жоққа шығармаймын, бірақ біз ол қадамдармен тоқталып қалмауымыз керек қой. Сол үшін де сіздерді әзірлеуші кім болғанына қарамастан, негізгі үлгісін жасауға тырысыңыз өзіңіздің қосымшаңыздың. Және келіп жатқан мәселелерді біртіндеп шешіп отырыңыз. Бәрін үйіп шешуге тырыспаңыз. Яғни сол үшін де бәрі өз уақытымен. Сіздерде қандай да бір сұрақтар туындаған сәтте бірден сұрауға тырысыңыздар. Сіздер оны өздігіңізбен шешемін деп ойламаңыздар. Көп жағдайда олай болмайды. Сіздер ұзақ уақыт отырып, өзіңізді жай ғана кінәлайтын боласыз жоғалтқан уақытыңыз үшін. Алдыңғы кезекте Google-ды қолданыңыздар, немесе жалпы кеңес бере алатын адамдарға, адамдардың көмегіне жүгініңіздер. Жалпы оның қолданушылары мен тұтынушылары көп болуының себебі өте көп ақша құйылған, және адамдар ол комьюнитилерде барлығы күнделікті жұмыс істейтіндіктен. Программисттерге арналған арнайы сайт бар, ол жерде техникалық мәселелер қозғалады. Менде презентация аяқталып қалған. Сол үшін де осы уақытқа дейін жиналып қалған сұрақтарға жауап беруді бастасам деп отырмын. Біздегі алғашқы сұрақ ол веб қосымша сайттан қандай айырмашылығы бар деп сұрақ қойған екен. Жалпы веб қосымша дегеніміз сайттан айырмашылығы, әрбір веб қосымша ол белгілі бір деңгейде сайт, ал бірақ әрбір сайт веб қосымша деп айтуға болмайды. Неге олай? Өйткені біріншіден
веб application дегенimiz, яғни веб қосымша дегенimiz, ол өзінің болмысы кішкене күрделілеу болған нәрсе. Яғни ол өте көп парақшалардан тұрады, оның арнайы бэкэнді болады, ол тек қана статикадан тұрмайды. Ол ал сайт деген тек қана статикалық болады, яғни өзінің бір HTML, CSS және JavaScripттен тұрады. Бірақ ешқандай да тұтынушымен немесе қолданушымен байланыс орнатпайтын. Заманауи қосымшаларды әзірлеу үшін Pythonды және де басқа да Kivimді қолдансақ болады ма деп сұраған екен. Мен бұл сұрақты былай басқаша сұрақ деп түсінемін. Жалпы мен қолданған нәрселерім ол JavaScript және React. Ал Pythonға келетін болсақ, ол орынды шығар бэкэндті әзірлеу барысында. Ал оның деректер жинағы базасы нейрожелілермен жұмыс істеу үшін қолданылады. Өйткені Python осы нейрожелілермен тығыз байланысты екені көп айтылады. Және де менің тағы бір сұраған нәрсе Visual Studio Code туралы тереңірек айтып кетсеңіз деп сұрақ қойған екен. Visual Studio Code дегеніміз ол бізде жалпы Visual Studio Code туралы айтатын болсам, мен кішкене Visual Studio Code'ты көрсеткім де келіп отыр еді. Мен сіздерге оны сөз жүзінде түсіндіріп беруге тырысайын. Бұл әзірлеу ортасы. Мүмкін чатта маған жазып кетерсіздер. Сіздерде информатика сабақтар болған шығар. Сіздер ол жерде кішкене қолданғанда шығарсыздар қосымшаларды. Қандай қосымшалар болған еді ол жерде? Бұл сұраққа жауап беру сіздерге қиын болып тұрса, онда мен осы жерде өзім ақ айтып кетейін. Сіздер ол кодты кез келген жерде жаза аласыздар. Кез келген жерде жаза аласыздар. Мысалы, блокноттың ішінде жазып кетсеңіздер де болады, компьютердің ішінде. Және де ол файлды өзінің кеңейтілген нұсқасын қолдансаңыздар болады. C++тен тұратын және де JavaScript форматында. Бұдан не түйеміз? Яғни әзірлеу ортасы ол жай ғана компьютердегі қосымша сіздер өздеріңіз орнататын, және де оның ішінде кодты жазатындай. Ол сіздерге ыңғайлырақ өз кодыңызбен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Өз әртүрлі нюанстарды көрсетеді, арнайы бір бөлек тілдерге қатысты ерекше ақпараттарды сипаттауға мүмкіндік береді, және де оның дев серверлерде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді дегендей. Ол сіздердің тестілеу ортасы сіздердің компьютерлеріңізде қалай жұмыс істейтінін, қалай іске асатынын көрсету үшін, сол үшін де сіз өздеріңіздің қосымшаларыңызды продакшнға көп салып қоймас үшін. Visual Studio Code не үшін мен кеңес беремін, өйткені бұл өте жылдам әзірлеу ортасы. Мен сіздерге сенімді түрде айта аламын. Әртүрлі әзірлеу орталары өте үлкен функционал болғандықтан, одан арнайы әзірлеу үшін тәжірибесі өте маңызды рөл ойнайды ол жерде. Және де ол жерге сіздер өздеріңіздің қажетті болған, маңызды болған нәрселерді қосқаныңыз дұрыс қой, артық болған, пайдасыз болған нәрселерді қосқаннан гөрі, иә. Соңғы сұрақ. Яғни веб қосымша тек қана сайттың кішкене күрделендірілген түрі ғой деген сұрақ қойған екен. Веб қосымша деген осы сайттың кішкене күрделенген түрі. Сіздер интернетте кіретін барлық нәрселер олар сайттар, бірақ барлық сайт веб application емес, веб қосымша емес. Мен бір мысал келтіріп кете аламын веб applicationдардың, веб қосымшалардың. Жаңа айтып кеткенімдей, Қазақстанда мысалы, қателеспесем, Каспи бар ғой. Сол Каспи ол веб applicationның қатарына кіреді. Сіздер оны кіріп көре аласыздар. Сонымен қатар бір әлеуметтік желілердің әр түрі, хостингтар бар, YouTube секілді, Twitter болуы мүмкін, Amazon болуы мүмкін. Веб қосымшалардың әзірленуі
жай қосымшалардың әзірленуінен айырмашылығы бар ма дейді, және қаншалықты айырмашылығы үлкен дегенде, яғни қосымшалар мен веб қосымшалардың айырмашылығын айтатын болсақ, былай жауап беріп көрейін. Мен екеуін де әзірлеп көрдім, және де айырмашылықтары бар. Бірінші кезекте функционал тұрғысынан мынандай термин бар. Жалпы Apple компаниясы өзіне теліп алған Progressive Web Application немесе PWA деп аталады. Ол веб application'ды сіз өз компьютеріңізге орнатып, олар жұмыс істейтіндей қолдансаңыз болады. Ол Discord'ты мүмкін білетін шығарсыздар. Ол белгілі бір деңгейде бір кезеңдерде PWA болды. Кодын өзгертпеген кезге дейін. Және олар қолданатын технологиялардың да тұрғысынан айырмашылығы бар. Оны да біз Google тұрғысынан айтып көрсек болады. Біз жаңа стекті айттық қой, веб қосымшаларға қатысты, немесе десктоп немесе мобильді қосымшаға қатысты өздеріңіздің кез келген технологияларыңызды қолдансаңыздар болады. Және базалық деңгейде барлық әзірленулердің өзінің бағдарламалар тілі бар, және де оның айналасында қосалқы бір нюанстар қосыла бастайды, яғни деректер жинағы форматында, және де ол тілде стандартта емес, әдеттен тыс жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Яғни осы нәрсені айтқым келген. Тағы бір сұрақ бар екен. Сұрақ жауап айдарында ма? Көп функционалды веб қосымшаны бір айдың ішінде жасауға болады ма деп сұрапты. Бұл өте терең дем алуды қажет ететін сұрақ. Өйткені негізінде олай мүмкін емес шығар. Шынайы жауап ол мүмкін емес. Неге олай болмайды? Өйткені көп функционалды веб қосымша ол тек қана код емес қой, ол сонымен қатар оны әзірлеу, оны тексеру, оны және де барлық басқа да нюанстарын тексеру, және де бұл нюанстар өте көп уақытты қажет етеді. Және де сіздерде мен бұны артық айтып қоймасам деп отырмын. Жалпы 3 апта дегеніңіз ол өте аз уақыт. Қысқа жауабым жоқ, ұзағырақ жауап оны да интернет желісінен тапсаңыздар болатын да шығар, бірақ менің тәжірибемде ондай нәрсе болмаған. Мен бір айдың ішінде біздің көп функционалды веб қосымшаның ішіндегі бір функцияны әзірлеп үлгердім. Тұтынушылар қалай табуға болады, және де қалай пайда таба бастауға болады. Бұл жерде таргетинг сұрағы сияқты, өйткені мен бұл сұрақты қатты білемін деп айта алмаймын. Мен ешқашан жарнамамен айналыспағанмын мен өзімнің веб қосымшамыздың. Бірақ егер сіздерге қызық болса, бұл таргетинг деп аталады. Бұл жерде парақшалардың индексациялары туралы да оқу өте маңызды деп ойлаймын. Әрбір қосымша интернетте көрінетіндей, өздеріңіздің парақшаларыңызды жақсы сауатты түрде әзірлегеніңіз дұрыс. Ол өте маңызды. Тұтынушыларды қалай іздеу керек деген кезде, бұл жарнамаға қатысты сұрақ сияқты ғой, әзірлеуге қарағанда. Яғни соны жарнамаға қатыстырып кетейік. Flutter туралы сұрақ қойған екен, бірақ мен оған жауап беріп қойған екенін көріп отырмын. Біз жалпы Python мен C++ білген жағдайда, жалпы Яндекстің басқа сарапшысы бар екенін көріп отырмын. Ол туралы бірақ қысқаша айтып кетейін. Мен Flutter'ды кішкене қозғалғанмын, қолданғанмын. Маған өте ұнады. Өйткені ол маған бір стандарт емес, әдеттен тыс нәрсе болды. Мен ешқашан мобильді қосымшалар жазбағандықтан маған ол жақсы тәжірибе болды. Flutter кросс-платформалық екенімен танымал. Ол яғни бағдарламалау тілі, ол Androidқа да, iOS-қа да ыңғайлы. Сол үшін де адамдар оны таңдайды. Бірақ оның ішінде кодты көбірек жазуға тура келеді. Басқа бағдарламалау тілдері, мобильді қосымшалар React Native және Flutter'ды мен одан басқасын қолданбадым. Сол үшін де мен оларды сынай алмаймын. Бұның сұранысы бар. Яндексте көп адамдар оны қолданады. Барлығын үйреніп алуға болады әрине. Бір бағдарламалау тілін білген кезде, менің сіздерге берер кеңесім, сіздер
бір бағдарламалау тілін білген кезде сіздер базалық қағидаттарын білуіңіз керек компьютер ғылымының, жалпы бағдарламалау қалай жұмыс істейтінін түсініп алуыңыз керек қой. Содан кейін барып қана сіздер мына тіл, бағдарламалау тілі мынадан қандай айырмашылығы бар дегендей сұрақтарға жауап іздей бастайсыз. Яғни синтактикалық бір айырмашылықтары болуы мүмкін, яғни айырмашылық көп болмауы мүмкін. Бірақ олардың барлығы сіздердің базалық операцияларды атқара алатынына сенімдімін. Бағдарламалау тілі ол тек қана ы құрал ғой. Сіздер өздеріңіз қандай қаламмен жазғыңыз келеді, соны таңдағандай ғой. Және де тағы бір сұрақ бар екен, қандай API немесе сырттай қызметтерді қолдануға болады эмоциялар мен психологиялық жағдайларды талдау үшін? Бұл өте күрделі сұрақ екен, мен бұған тап болмағанмын. Гуглға барыңыздар деген кеңесім бар тағы да. Екіншіден, жалпы психологиялық жағдайдың және эмоциялардың талдауы тұрғысынан ол нейрожелілердің көмегі сияқты естіледі екен. Бұл жерде сіздерге ең маңыздысы ол нейрожеліні сіздердің сұраныстарыңызға қалай бейімдеуге болады, соны біліп алу керек. Сіз өздеріңіздің қызметіңізде қолдана алатындай немесе оны сіз өздеріңіздің тұтынушыларыңызға былай сараптама ретінде бере аласыздар ма жоқ па, соны қарауыңыз керек. Бірақ маған былай көбінесе ол нейрожелілермен байланысты сияқты естіліп тұр. Және тағы бір сұрақ бар екен, сайттарды нейрожелілермен байланыстыруға болады ма деген. Иә, болады. Бұл тек қана мобильді қосымшаларда ғана емес, жалпы сайттарда да осындай жасанды интеллект қолданылады. Тағы бір мысалы, базалық чат, яғни базалық сайт ол чат GPT, ол нейрожелінің сайтпен интеграциясы. Сол үшін де сіздер онымен жұмыс істей алатындай мүмкіндік береді. Сіздер сынып қалмайсыздар, қолдарыңыздан келеді деп айта аламын. No-code app builders'ты қолдануға болады ма? Кешенді десктоп қосымшаны әзірлеу барысында. Сіздер Progressive Application туралы, десктоптық қосымшалар туралы ойланып отыр екенсіз ғой. Енді қараңыздар. Бәлкім менің жауабым жоқ болатын шығар. Өйткені десктоп қосымшаларды әзірлеу үшін сіздерге кодтарды жазу дағдылары қажет болады ғой. Өйткені әртүрлі конструкторлар бар интернетте, бар нәрселер үшін қолданылатын. Бірақ операциялық желілерге код жазу үшін ол көбірек конфигурациялайтын нәрсе деуге болады. Ол жерде сіздерден көбірек қолжетімділік және де басқа нәрселер қажет етеді. Және де ол қосымшаларды әзірлейтіндерге конструкторлар жоқта шығар, бірақ сайттарға арналған ол 100% бар деп айта аламын. Бірақ десктоп қосымшалар үшін сіздер өздеріңіздің кодтарыңызды өздеріңіз жазуыңызға тура келеді. Сұрақтарыңызға көп рахмет, өте керемет қызық болды.